Hello children. Now let's start today's lesson. Today's new module 1. The theme of the new lesson, rooms and furniture. Қайырлы күн балалар. Бүгін біз бөлмелер және жиһаздар деген тақырыпты өтеміз. Яғни жаңадан бірінші бөлімді бастайтын боламыз. Яғни осы видеоның аяғына дейін менімен бірге болыңыздар. Барлық жаттығуларды бірге жасайық. Exercise 1. Listen and repeat. Match the rooms to the pictures. Яғни біз суреттермен сәйкестендіруіміз керек екен балалар. Яғни біз суретте біз қандай бөлмелерді көріп тұрмыз, сол бөлмелерді сәйкестендіріп шығуымыз керек. Bedroom жатын бөлме, bathroom жуынатын бөлме, living room демалатын бөлме, kitchen ас бөлме, hall зал. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың жаңа сөздері осылар. Яғни балалар, бірінші жаттығуда сол бөлме аттары мен бөлме суреттерін сәйкестендіру қажет болатын. Сәйкестендіруді осылай орындап шықсаңыздар болады балалар. Exercise 2. Which words can go under these headings? Check with your partner. Rooms, furniture, other. Яғни бөлмелерді, жиһаздарды және басқаларын бөліп жіктеп жазуымыз керек балалар. Яғни мына қарамен жазылған сөздерде көріп тұрғандарыңыздай мен сіздерге rooms, жиһаздар, басқалары деген секілді бөліп жазып қойдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар болады, немесе менің жауабымды тексеріп алсаңыздар болады. Next, task 2. Make sentence like this. There is a wash basin in the bedroom. There are cupboards in the kitchen. Яғни балалар сол ішіндегі жиһаздарды, мысалға осы жиһаз шкаф асханада тұрады деген секілді, газ плита асханада тұрады. Яғни there деген бір нәрсенің бір жерде орналасқандығы туралы айтқан кезде қолданамыз. There is a fireplace in the living room. There is a sofa in the living room деген секілді. For example, there is a cooker in the kitchen. Яғни жаңағы айтқан сөйлеме газ плита асханада тұр деген сөйлем. Осы секілді ішіндегі жиһаздарды қай бөлмеде тұрады, соны there are конструкциясын пайдалана отырып сөйлем құрауымыз керек балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. See you next lesson.